Фильм мына көріністен басталады. Жалдамалы кісі өлтіруші Пэй Шэнь атты адам саудагерлер тобымен бейхам отырып әңгімелеседі, бірақ олар шын мәнінде ұрылар. Пэй Шэнь түсіндіреді. Ол тек ақша табу үшін осында, өйткені бір шенеунік қашқындарға сыйақы жариялап, оларды ұстаған үшін марапат ұсынып отыр. Ол әрі қарай былай деп қосады. Ол тек ұрылардың жолда ұрлап кеткен үкімет мүлкін қайтарып алуға ғана ниетті. Оның деректері бойынша, тауарларды тартып алған соң, бұл ұрылар бір парсы саудагері мен оның барлық күзетшілерін өлтірген. Дегенмен Пэй Шэнь анық айтады. Егер Ду Чжун ұрлаған асыл тасты қайтарып берсе, ол бұл мәселені қозғамайды. Мұны естіген Ду Чжун тек күліп, Пэй Шэньді әуесқой кісі өлтіруші деп мазақ еткендей болады. Ол тек 4 аңызға айналған кісі өлтірушінің аты ғана оны қалтыратып қорқытады деп мәлімдейді. Қобыжық әйел, ақшашты әйел, қатыгез соқыр өлтіруші және шакал жауынгері. Ду Чжун Пэй Шэньнің қарапайым, нашар киінген көрінісінен ол ешқайсысы емес екеніне сенімді болады. Ду Чжун мен оның адамдары Пэй Шэньге қарсы тұруға дайындалады, және қатты ұрыс басталады. Таңғаларлығы, Пэй Шэнь керемет жауынгер екенін көрсетеді, Ду Чжун мен оның барлық адамдарын тез жеңеді. Жеңген соң Пэй Шэнь олардың заттарын тексеріп, ұрланған асыл тасты іздейді. Бірақ жәшіктерді ақтарып шыққанымен, ол іздегенін таппайды. Оның орнына ағаш жәшіктің ішінде байлаулы тұрған бір әйелді табады, Ду Чжун алып жүрген әйел. Сол сәтте Ду Чжун ашылады. Бұл әйелде кез келген асыл тастан әлдеқайда құнды құпия бар деп айтады. Ол түсіндіре бастағанда әйел Лу Чжэнь кенеттен босанып, жерде жатқан қылышпен Ду Чжунды өлтіреді. Ашуланған Пэй Шэнь Лу Чжэньге Ду Чжунды өлтірді деп ұрсады, өйткені енді ол сыйақы ала алмайды. Бірақ Лу Чжэнь бәрібір емес, тіпті Пэй Шэньді одан әрі қорлайды. Бұл оның ашуын одан сайын қоздырады да ақырында ол Лу Чжэньді ессіз етеді. Содан кейін Пэй Шэнь әдетте қашқындар үшін сыйақы алатын жергілікті үкімет кеңсесіне барады. Бұл жолы ол Лу Чжэньді алып келеді, өйткені Ду Чжунды өлтірген үшін өтемақы алады деп үміттенеді. Бірақ Вэй Шао атты шенеунік оған өтемақы берілмейтінін айтады. Ереже бойынша үкімет қашқындарды тірі күйінде алуын қалайды, сонда олар лайықты жазалады. Вэй Шао тіпті Лу Чжэньді босатпақ болады, өйткені заң бойынша жоғары басымдықтағы қашқынды өлтірген адам түрмеге жабылмайды. Сол кезде Вэй Шаоның бастығы Джон келіп түседі. Джон бұл жеңілдікке қарсы шығады, өйткені өлтіру, әлі де өлтіру деп санайды және Лу Чжэньді жазасын анықтау үшін сұраққа алуды талап етеді. Қорқып кеткен Лу Чжэнь Пэй Шэньнен оны өлтіріп жіберуін өтінеді, түрмеге түсіп азапталғанша өлгені жақсы деп. Джон Пэй Шэньге Лу Чжэньді әкелген үшін аз мөлшерде сыйақы ұсынады, бірақ ол ресми қашқын емес. Пэй Шэнь ақшаны алады да, Лу Чжэньді алып кетулерін қарап тұрады. Кейін Пэй Шэнь жолға шығады. Белгілі бір жолға жеткенде министрлік шенеунігінің күзетшілерінің өтіп бара жатқанын көреді де, олардан аулақ болу үшін тез шегініп кетеді. Күзетшілер жолдың ортасында жылап тұрған қызды алып кетуге тырысып жатыр. Го Шан атты министрлік шенеунігі арбадан түсіп, қызды сөгеді де, жолын босатуды бұйырады. Кейін Пэй Шэнь қазір ғана алған ақшасымен ішіп, құмар ойнау үшін құмарханаға барады. Ол құмар ойында нашар екенін біле тұра барады. Құмарханада кішкентай бала бар екенін көріп, оны жаман ырым деп санайды, өйткені ол балаларды әрқашан жек көрген. Көп ұзамай ол барлық ақшасынан айырылып, құмарханадан күштеп шығарылады. Сол сәтте сол балаға ересектер ақшасын тартып алу үшін зорлық көрсетіп жатқанын көреді. Аздап мас күйдегі Пэй Шэнь әдейі зорлықшыларға соқтығысып, баланың ақшасын жасырын ұрлап алады, бірақ осының салдарынан бірнеше соққы жейді. Көп ұзамай Го Шанның күзетшілері келіп, зорлықшыларды ұрып-соғып, қан-жоса етеді. Бұл күзетшілер бір кездері Пэй Шэньмен бірге патша әскерінде қызмет еткен жолдастары болып шығады. Әскерден кеткен соң Пэй Шэньнің бұрынғы жолдастары Го Шанның жеке күзетшісі болып жұмыс істейді. Ал Пэй Шэнь жалдамалы кісі өлтіруші және сыйақы аңшысы болып кеткен. Оның бұрынғы жолдасы Улон әріптесіне Пэй Шэньге тамақ алуға ақша беруін бұйырады. Улон оған Бозы тауындағы қоныста кездесуді ұсынады. Бірақ есін жиған соң Пэй Шэнь сол ақшаны тағы да ішімдікпен құмар ойынға жұмсап, қайтадан қаңбақ болып қалады. Ал түрмеде Лу Чжэнь күзетшіні сүйкімділігімен алдап, оның кілтін ұрлауға тырысады.
Ол сәттілікке жақындағанда Лон мен оның әріптестері келіп, оны камерадан күштеп алып шығады. Мұны көрген Джон тек бас изеп тұра алады. Лон Лу Чжэньді түрмеден шығарып жатқанда, Вэй Шао олардың өкілеттігін сұрайды, бірақ Джон оған араласпауға кеңес береді, өйткені олардың мәртебесі ол білетін заңнан жоғары. Келесі күні Пэй Шэнь Ян атты әйел дәрігердің үйінде оянады. Ян оны көшеде өліп қалмас үшін қайыршы жіберіп, үйіне әкелткенін айтады. Көп ұзамай ол Пэй Шэньнің жағдайын тексереді. Соңғы миссиясы туралы айтып, Пэй Шэнь Ян берген мәліметтің қате екенін айтады. Ду Чжун асыл тас ұрламаған, әйелді ұрлап әкеткен. Ол ақшасын құмар ойынға жұмсап қойғанын, сондықтан қарызын өндірудің қажеті жоқ екенін сендіреді. Содан кейін Пэй Шэнь кетеді. Кейін Пэй Шэнь Джонға барады, ол оған жаңа тапсырма береді. Ұрлықпен қатар өлтіру және адам саудасымен айналысатын ерлі зайыптыны ұстау. Ян берген мәлімет бойынша, ерлі зайыпты қала сыртындағы тастанды тас зауытында жасырынып жатыр. Пэй Шэнь жеткенде ерлі зайыпты қорқып, тек сиыр ұрлағандарын, сондықтан кісі өлтіруші жіберудің қажеті жоқ екенін айтады. Кенет бөлмеге жебе ұшып келіп, әйел қашқынды түсіреді. Басқа да кісі өлтірушілер келген. Құбыжық әйел Ли Унжу, Момент және Цзин. Бірақ олардың мақсаты ерлі зайыптыны ұстау емес, қазір үкімет қашқыны деп жарияланған Пэй Шэньді ұстау. Қатты ұрыстан кейін Пэй Шэнь бір кісі өлтірушіні өлтіріп, қашып құтылады. Қалаға оралып, үкімет кеңсесіне неге қашқын болып қалғанын сұрауға бара жатқанда, тағы екі кісі өлтіруші пайда болып, оған шабуыл жасайды. Тағы бір қатты шайқас болады, бірақ бұл жолы Пэй Шэнь жеңеді, оларды жеңеді. Басқа жерде Джон публичный үйде болғанда, есікті біреу ашуланып қағады. Джон есікті ашуға ыңғайланғанда Пэй Шэнь кіріп келіп, неге қашқын болып қалғанын түсіндіруді талап етеді. Қорқып кеткен Джон бұйрық жоғарыдан келгенін, өңірлік шенеунік ретінде ол бұған қарсы шыға алмайтынын мойындайды. Ол бұл әйелмен байланысты болуы мүмкін екенін, онымен араласқан адамдардың бәрі өлім жазасына кесіледі деген қауесет бар екенін айтады. Мұны естіген Пэй Шэнь Лу Чжэнь туралы қатты қызығады да, оның тарихын тереңірек зерттеуге шешім қабылдайды. Кешке қарай үйіне қайтып бара жатқанда, Вэй Шао оған маңызды мәліметпен келеді. Вэй Шао Лу Чжэньді Пэй Шэнь кеткен соң қайта түрмеге қамап қойғанын, бірақ көп ұзамай Го Шан жіберген күзетшілер келіп, оны күштеп алып кеткенін айтады. Вэй Шао Го Шан туралы көп білмейді, тек оның өте беделді шенеунік екенін, Джонның өзі одан қорқатынын айтады. Соңғы кезде Го Шан жергілікті тұрғындарды Бозы тауында ағаш кесуге жалдап, құпия мақсатта биік ғимарат салдырып жатыр. Ал Го Шан қатаң күзеттегі түрмеде Лу Чжэньді ұстап, азаптап жатыр. Ол ынтымақтасса, шексіз байлық уәде етеді. Бірақ Лу Чжэнь қорықпайды, өлім қорқынышы болса да құпиясын айтпайтынын мәлімдейді. Го Шан оны ешқашан қашырмайтынын ескертеді. Келесі күні Пэй Шэнь Лонның шақыруы бойынша Го Шанның Бозы тауындағы резиденциясына барады. Лон Пэй Шэньнің ұсынысты қабылдағанына қуанады. Ол және әріптестері Го Шанның жеке күзетшісі болып, әлдеқайда жақсы өмір сүріп жатқанын айтады. Содан кейін ол Пэй Шэньді Го Шанмен кездесу үшін бөлмеге апарады. Го Шан екі адамның өлімге дейін ұрысып жатқанын тыныш қарап отырады, жеңілгенді қасқырларға жем етеді. Го Шан Пэй Шэньнің өткенін жақсы біледі. Ол Лон және басқалармен бірге көтерілістерді басуға қатысқан адал сарбаз болған. Го Шан оны өз қатарына қосуды қалайды, барлық қалаған ләззатын уәде етеді. Бірақ Пэй Шэнь басқа мақсатпен келген. Ол Го Шанның Лу Чжэньнің бір кезде туған ұлын іздеп жатқанын біледі. Пэй Шэнь бала ұлды тауып беру үшін өзінің қашқындық тізімінен алып тастауды ұсынады. Го Шан таңғалады, өйткені Пэй Шэнь баланың бар екенін қайдан білген. Ол баланың қарт кезінде ұлды аңсаған премьер-министрдің ұлы екенін ашады. Лу Чжэнь бала бір айлық кезінде оны алып қашып кеткен, өйткені отбасы ішінде қақтығыс болған. Премьер-министрдің отбасы баланы масқара деп санайды. Пэй Шэнь 10 күн ішінде баланы жеткізуге уәде береді. Сәтсіздік болса, Го Шан оны өлтіріп, қасқырларға жем етеді, табысқа жетсе, оның басына қойылған сыйақы алынады. Келісім жасалған соң Пэй Шэнь кетеді. Көп ұзамай Ли Унжу мен Мэй Лан келіп, Пэй Шэньді өлтіру үшін келеді, өйткені олардың жолдасы қаза тапқан.
Улон оларды тоқтатады, сыйақы уақытша тоқтатылғанын айтады. Бірақ олар Улонға бағынбай қару алады. Ал Пэй Шэнь Янның үйіне барып, Лу Чжэнь туралы білгендерін айтады. Ол баланың қайда екеніне тек болжам жасайды, бірақ Лу Чжэнь оны өтінгенде оның көзінде біреуді қорғау үшін өмірмен қоштасуға дайын екенін көрген. Пэй Шэнь Яннан Лу Чжэнь туралы ақпарат жинауға көмектесуін сұрайды. Ян дереу жергілікті қайыршылардан көмек сұрайды. Көп ұзамай жас қыз Пэй Шэньді Лу Чжэнь сенген орта жастағы әйел Гэның үйіне апарады. Гэ Лу Чжэнь баланы оған тапсырып, тек айна қалдырып қайтып келетінін айтқанын, бірақ қайтып келмегенін түсіндіреді. Гэ өзінің 3 баласын асырап жүріп, бұл баланы күтуге қиналғанын мойындайды. Лу Чжэнь балаға есім қоймағандықтан, Гэ оны Шао Бао деп атаған. Шао Баоны Гошанға апарып бара жатқан жолда Пэй Шэнь балаға қарауға қиналады, өйткені ол балаларды жек көретін. Бірақ уақыт өте келе бала оған тыныш ұйықтауға көмектесетінін байқайды, өйткені жылдар бойы өткен қорқынышты түстерден ұйқысы қашқан еді. Көп ұзамай білікті іздеуші Пэй Шэньге Вэй Шаодан хат әкеледі. Хатта Вэй Шао Гошанның премьер-министр Ли Чунцзидің заңсыз туған ұлы екенін, министрліктің ең қараңғы істерін атқаратынын ашады. Ли Чунцзи қарт және әйелі ұрпақ бере алмағандықтан, пайғамбарлыққа сүйеніп Лу Чжэньді әдейі жүкті еткен. Пайғамбарлық бойынша бала оған зор бақыт пен байлық әкеледі деп есептелген. Бірақ Ли Чунцзидің ұзын ырғасы отбасы Лу Чжэньді ұнатпаған. Лу Чжэнь баласын өлтіргілері келетінін білген соң, баланы алып Астанадан қашып кеткен. Гошан әкесінің бұйрығын орындау сылтауымен Лу Чжэнь мен баласын аңдып жүр. Бірақ шын мәнінде әкесінің орнын басып, толық ай рәсімінде Лу Чжэнь мен баласын құрбандыққа шалу арқылы батыс өңірден келген қара сиқырды толық меңгергісі келеді. 10 күн өткенде, Пэй Шэнь Шао Баоны алып Гошанның резиденциясына келеді. Алғашында ол тек еркіндігін қайтаруға және жалдамалы өмірін жалғастыруға ниетті. Бірақ ат оғаш әрекет етеді, баланы апарғысы келмейтіндей. Ақырында Пэй Шэнь ойынан қайтып, Шао Баоны Янның үйіне апарады. Ян неге баланы қорғап жатқанын сұрайды, өйткені ол балаларды ұнатпайды ғой. Пэй Шэнь Шао Баоның өсіп өнгенін көргісі келетінін, оны қорғау үшін тірі қалғысы келетінін айтады. Ян оның жүрегі жұмсақ екенін түсініп, Шао Баоны қарауға рұқсат етеді. Бірақ Пэй Шэнь өткендегі ауыр естелікпен қиналады. Бір кезде патша бұйрығымен 2 баланы және олардың анасын өлтіруге мәжбүр болған. Ол қорқып тұрғанда, Улон оны итермелеген, ақырында анасы да өзін өлтіруді өтінген. Осы қателікті қайталамау үшін Пэй Шэнь Лу Чжэньді құтқаруға шешім қабылдайды. Кетер алдында Янға егер таңға дейін оралмаса, Шао Баоға қауіпсіз жер табуын тапсырады. Пэй Шэнь Лу Чжэнь ұсталған жерге барады. Вэй Шаода құтқаруға ниетті, тіпті Гошанның қылмысын үкіметке хабарлауды жоспарлайды. Бұл оның қызметінен айырылуы мүмкін. Жерді барлағанда Вэй Шао ешқандай күзетші көрмейді. Бұл қалыпты жағдай емес. Ол Пэй Шэньді сақ болуға ескертеді, өзі сыртта күзетеді. Ішке кірген Пэй Шэнь ешқандай күзетші көрмейді, бәрі тасталғандай. Шын мәнінде Улон Пэй Шэньнің ниетін біліп күзетшілерді алып кеткен. Сыртта Улон Вэй Шаоны кездестіреді. Ал іште Пэй Шэнь аңызға айналған ақ шашты өлтіруші Дон Химен кездеседі. Дон Хи Пэй Шэньмен ұзақтан бері шайқасқысы келетін ең мықты кісі өлтіруші. Екі мықтының эпикалық шайқасы басталады. Қатты күрестен кейін Пэй Шэнь жеңеді. Өлер алдында Дон Хи неге еш маңызы жоқ бала үшін өмірін қатерге тігіп жатқанын сұрайды. Бұл оның шакал деген атағына мүлдем сай емес деп таңғалады. Сондай-ақ Дон Хи Пэй Шэньнің өлімнен қорықпайтын еркіндігіне қызығатынын мойындайды. Кейін Пэй Шэнь әлсіреп жатқан Лу Чжэньді табады. Оны құшақтап, ұлының айнасын көрсетеді және бала қауіпсіз екенін айтады. Лу Чжэнь қатты қуанады, өлер алдында біреу баласына қамқор болатынын біліп, тынышталады. Үйіне қайтып келгенде, Пэй Шэнь қараңғы және тыныш үйден күдіктенеді. Ішке кіргенде, Вэй Шаоның кесілген басын үстелде көреді де, Улонның болғанын бірден түсінеді. Көп ұзамай Улон мен оның адамдары шабуыл жасап, Пэй Шэньді қоршап алады. Улон Вэйге Пэй Шэньді өлтіруді бұйырады, бірақ Вэй бас тартады. Ашуланған Улон Вэйді өлтіреді. Бұл Пэй Шэньге қашуға мүмкіндік береді.
Го Шанның резиденциясында Джон Улонға Пэй Шэнь мен Вэй Шаоны көтеріліші деп өсек таратып, олардың өлімін сұраққа алғызбауға уәде береді. Бірақ Улон Джонның сөзін тоқтатып, Го Шанның алдағы рәсіміне дайындыққа назар аударуды бұйырады. Кейін Пэй Шэнь Янға қайтып келіп, сатқындығын бетіне басады. Қорқып кеткен Ян мәжбүр болғанын, бұрынғы ауыр өміріне қайта оралғысы келмегенін айтады. Ол Пэй Шэньнің әрқашан көмектескен адам ретінде өзін емес, басқаларды ойлағанын ескертеді. Пэй Шэнь қателігін мойындап, Янға алғыс айтады. Шао Баоның денесін қалпына келтіріп, Пэй Шэнь оны құтқаруға дайындалады. Ян оны сақ болуға ескертеді, өйткені Улон қазір ассасиндер құдайы Би Эктің аспан қылышын иеленген, әлдеқайда күшті болған. Пэй Шэнь әскердегі кезіндегі қару-жарағын алу үшін ескі жерлеу орнына барады. Шао Баоны құтқарып, барлық қатыгездікке қатысқандарды жоюға ант етеді. Ал рәсім орнында Го Шан Улонға алғыс айтады, оның көмегімен барлығын жүзеге асырғанын айтады. Го Шан Улонға одан да жоғары лауазым уәде етеді, егер мойынсұнып, амбициясын орындаса. Көп замай Пэй Шэнь рәсім орнына келіп, Шао Баоны құрбандықтан құтқаруға тырысады. Бұрынғы жолдастары Мэй мен Боу оны тоқтатып қайсарлығынан бас тартуын өтінеді, өйткені өлім күтіп тұр. Бірақ Пэй Шэньнің араласуына олардың таңдауы жоқ, қатты шайқас басталады. Үшеуі тең дәрежеде шайқасады, бірақ Пэй Шэнь жеңеді. Ол оларды өлтірмей, ескі достар ретінде кетуге рұқсат етеді. Кенет найза ұшып келіп, Мэй мен Боу өлтіреді. Оны лақтырған Фан, олардың жолдасы, Пэй Шэньге жанашырлық танытқандарына жиіркенеді. Пэй Шэнь тағы шайқасқа түседі, бірақ бір сәтке басымдықты жоғалтады. Сол кезде рәсім басталып, шаман Шао Баоны құрбандыққа шалуға дайындалады. Пэй Шэнь Фанды тез өлтіріп, шаманды өлтіріп, баланы құтқарады. Шао Бао қауіпсіз болған соң Пэй Шэнь Фанмен қайта шайқасады. Фан тізе бүгіп кешірім сұрайды, бірақ Пэй Шэнь құлаған достарын есіне алып, оны өлтіреді. Улон өз қолымен араласуға мәжбүр болады. Пэй Шэнь аспан қылышына қарсы тұра алмайды, бірақ берілмейді. Күлді отқа салып, Улонның көзін уақытша соқыр қылады да, соңғы соққымен Улонды өлтіреді. Қалған күзетшілер Пэй Шэньнің қорқынышты күшін көріп, қашып кетеді. Келесі күні Го Шан Шао Баоны тірі көреді, қасында Пэй Шэнь тұр, Лу Чжэньнің өлімі үшін кек алушы. Пэй Шэнь Го Шанды қатты ұрып, мүгедек етеді, бірақ өлтірмейді, өмір бойы қорлықпен өмір сүруін қалайды. Қорқып кеткен күзетшілер ештеңе істей алмайды. Кетер алдында Го Шан Пэй Шэньге ескертеді. Әлемдегі барлық кісі өлтірушілер оны аңдайды, басын алу үшін тыным таппайды деп. Фильм аяқталар алдында Пэй Шэнь мен Шао Бао екі жолдың қиылысында тұрады. Бір жолы Астанаға апарады, байлық пен жарқын болашақ, екіншісі оңға қиындыққа толы әскери әлем, бірақ күшпен өсуге мүмкіндік. Кредиттерден кейінгі көріністе жол бойындағы тамақханада бір кезбе тамақ ішіп отыр. Оған Пэй Шэньнің аты жазылған іздеу қағазын береді. Камера бетін көрсеткенде, ол аңызға айналған соқыр кісі өлтіруші Шэ Мэй екені белгілі болады.